Сәлеметсіңдер ме балалар? Жақсы көңіл күймен әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта Қалқаман Салиннің «Тәуелсіздік» атты өлеңімен танысасыңдар. Сабақтың мақсаты шығармаға өз ойыңды, сезіміңді білдіру, шығарманы талдауға қатысу, адалдық, парасаттылық ұғымын түсіну. Балалар, суретке назар аударайықшы. Суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Тәуелсіздік үшін күрескен батырларымыз. Кәне бірге атап өтейік. Қайрат Рысқұлбеков, Сәбира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова, Ербол Спатаев. 1986 жылы Кеңес одағының қыспағына қарсы шығып, тәуелсіздік жолында жанын қиған желтоқсан құрбандары. Олар біздің мәңгі жүрегімізде. Тәуелсіз еліміздің ұрпағы осы батырларымыз сияқты отанына адал, парасатты адам болуы керек. Алдымен авторымыз туралы таныс болайық. Қалқаман Салин, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1978 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. Арманымның бейнесі, Құс жолында керуен атты жыр жинақтарының, Жібек сезім, жүрек сөзім атты үнтаспа жинағының авторы. Балалар, Қалқаман Салиннің мына бір сөзіне назар аударыңдаршы. Білімді, ақылды, ой кемеліне жеткен, ешкімнің ала жібін аттамаған адам парасатты адам. Парасатты адамның бойында бірнеше жақсы қасиеттер жинақталады. Еліңді сүю, жеріңді сүю, құрметтеу, тарихыңды білу, тәуелсіздік жолында ғұмырын сарп еткен бабаларымызды құрметтеу, әрбір парасатты адамның міндеті. Қалқаман Салин. Ал ендеше кезекті өлеңге берейік. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік сенсің сыйың ең қымбат, басымызға баға жетпес бердің ба, кемелденіп келемін мен бақытты, балашақтан болашаққа қол бұлғап. Мен тәуелсіз Қазақстан өркені, мен жаңа күн, жаңа дәуір желкені, мен кешегі арыстардың арманы, жарқын өмір, еркін өмір, ертеңі. Ал енді балалар, осы өлең бойынша мынандай тапсырмаларды орындап көрейік. Тақырып бойынша өз ойыңды білдір. Қалай ойлайсыңдар? Ақын не себепті тәуелсіздік ең қымбат сый деп есептейді? Балалар, жауаптарыңды экрандағы жауаппен нақтылап көріңдер. Ақын осы өлең арқылы қиыншылықпен келген еркіндікті жырлай отырып, кешегі батырларымыздың арманы орындалғандығын айтады. Тәуелсіздік қашанда халық үшін ең қымбат. Тәуелсіздік бізді армандарға жетелеп, жаңа дәуірді, жаңа нұрлы өмірді бізге тарту етті. Сондықтан да тәуелсіздік ең қымбат сый деп есептейді. Балалар, сендердің жауаптарың осы жауаппен сәйкес келді деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Ақын өлеңінде тәуелсіздікті қалай жырлайды? Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Ақын өлеңінде тәуелсіздікті қалай жырлайды? Ойларыңды жинақтап көріңдер.
Жауаптарымды экрандағы жауаппен нақтылайық. Тәуелсіздік баға жетпес байлық. Тәуелсіздік жаңа дәуір. Тәуелсіздік жаңа күн. Тәуелсіздік арман. Тәуелсіздік еркіндік. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Енді осы сөздер қатарына өз ойларыңды қоссаңдар, қалай болар еді? Кәне, өз ойымызды қосып көрейікші. Тәуелсіздік отанына адал болу. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. 5 жолды өлең құрастыру. Тәуелсіздік тақырыбына байланысты. Зат есім. Бірінші жолы зат есім. Келесі екінші жолы сын есім. Үшінші жолы етістік. Төртінші жолда сөйлем 4 сөзден. Бесінші жолы синоним. Ал енді балалар, сендер жақсы өлең жолдарын құрастырды деп ойлаймын. Тақтадағы өлең жолдарымен қарап көрейік. Не? Тәуелсіздік қандай құнды қымбат? Не істейді? Кемелденеді, өркендейді, сақталады. Тәуелсіздік мақтаныш сезімін ұятады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз шығармаға өз ойымызды, сезімімізді білдірдік. Шығарманы талдауға қатыстық. Және де біз адал елдің ұрпағы екенімізді түсіндік.